Мінекей. Кулисаға, эгс-ке, коробкаға барған проводтарды қосып шығатабыз. Ол механика кулисасы тұрады тағы да. Құдай берсең, проводтарын тартып, қосып іштетіп алалы. Анан коробкасын қоябыз. Автомат кулисасын қоябыз, селектораны. Уже бұл жаққа провод тартылды. Коробканың провод тартылды. Бұл жаққа деген ол эгс-ке сайылған коробкадан келген штекер. Шина камбот, екі провод. Бұл жақта масса, плюс и диагностикалық провод. Значит, бұл жақта толқа эгс қойыш керек, блогын. Мындайша айтқанда, коробканың компьютерін қоябыз. Уже штекерлері даяр, қосып қойдық уже. Плюс бұл жақта диагностикаға кеткен, бұл жерде кулисаға кеткен, селекторға кеткен проводтар барын қосып шықтық. Құдай бұйырса. Бұл жақ жаңа айтқандай бітті бұл жағы. Тияқтан көрінбей қалады екен, қараңғы болып қалады екен. Коробкаға штекер кетті, құдай бұйырса. Енді ол жақтан мол задния салғанда, эрге салғанда задний күйгенін дағы несі, дағы бұғы шықсын, бекіш керек, қосыш керек. Ошо дағы құдай бұйырса бүткенге чейин тартып баштайбыз. Mercedes W210 112 мотор, 2.8 объемда бензин. Механика болчу бұл машинабыз. Азыр құдай бұйырса автомат. Алдыңғы видеода көргөнүңүздөрдөй бұл механика болчу. Автомат болуп бүттү. Құдай бұйырса. Машина уже текшерүүдөн дагы өттү. Айдалганда кандай болгондо дагы Бишкектен Ошко барып келди. Ош шаарыбызга. Бишкек шаарынан Борбор калабыздан Ош экинчи Борбор калабызга барып келди. Барып келген жолдун километри примерно 1500 километр чыгат. Бүттү, кудай берсин. Ушул ойдон эми калган немелери ол жерде пластмассовый рамкасы калды. Бул жактан замок ачайлыбыз. Замок ачканда деген полный көт иштейт. Просто бул механиканын өзүнүн шит прибору калган үчүн ол жерде Д көрсөтүш керек. Же Д мындайча айтканда парковка, Р нейтралка и Д көрсөтүш керек болчу да. Бул жерде механика болгон үчүн көрсөтпөйт. Анын үчүн автомат шит приборун салыш керек. Пока эми акча каражатынан бул калды, кийинчерээк которулат. Азыр оталдырып көрөйлү. Оталды. Айрыга салдым задныйга. Нейтралка Д. Нейтралка Д. Задний айрыга. Просто көрдүңүздөр, механиканын шит прибору болгон үчүн көрсөтпөйт. Құдай бұйырса, соны шықты жұмысымыз. Туғандар,
ушундай кызматтар керек болсо, номерлер бар. Опцияда чалсаңыздар болот. Бизге механиканы автомат кылыш үчүн коробканын компьютері, ЭГС, селектора, проводкалары и педальный группасы өзү калат. Бул щиттер бар. Анан биздин жумушубуз прошивка, тияк буяк диагностикалар. Анан Кудай буйрса мында карап турсаңыз эле автомат болуп калат. Ушундай кызматтар керек болсо, опцияда номерлер бар, чалыңыздар. Ассаламу алейкум.